Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен лаваштың қамырынан дайын болатын осындай ораманың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен начинкасын, яғни салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге осындай пиязды ұсақтап турап, капустаны да осылай ұсақтап турап, тұз бен қара бұрышымызды салып, пиязымыз бен капустамызды жақсылап езіп аламыз. Енді үстіне 4 бұрышты етіп асқабағымызды турап саламыз. Тартылған етімізді салып, жақсылап араластырамыз. Әркім өз қалауынша жасай берсе болады. Мен осындай қойдың құйрық майын осылай ұсақтап турап салдым. Піскен кезде орама құрғақ болып қалмас үшін өз қалауларыңызша салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Осындай лаваштың қамырынан мен 3 түрлі алып келдім. Бір упаковкада 5 штуктан болады. Осылай әр қамырдың үстінен сұйық майымызды құйып, бір тегіс етіп жағып, арасына салмамызды, начинкамызды салып, орап шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп жасай беріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Лаваштың қамырына оралған ханымдарымыз, яғни орамамыз өте дәмді әрі жұқа болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығын орап болған соң, осылай әр листті майлауды ұмытпаңыздар. Өте оңай дайындалады, артық уақытты қажет етпейді. Дәл осылай лаваштың қамырымен жасасаңыздар, кәдімгі қолдан иленген қамырдан ешқандай да кем емес. Жасап көріңіздер. Қамыры өте жұқа болады, өте дәмді болады. Егер де менің рецепттерім ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Ас болсын сіздермен бірге, Тоғжан.